Жақын Өтірғалиев жаман ауруынан жазықты. Ол өзінің парақшасына осы қуанышты хабармен бөлісті. Себебі режиссер Жақын екі әйелмен ажырасуы, осы аурудың қатысы бар екенін айтты. Ол мен ажырасқан кезде стресске түспедім. Себебі стресс денсаулықты құртады деп түйіндеді. Енді бәрі позитивті нотада болады. Тағды бір жас қызды әйелдікке алса, нұрдың үстіне нұр болады. Жақын бұл ауруын оқырмандарынан жасырып келген, бірақ ол батыл шешім қабылдап жария етті. Қазақстанда емін ешкім білмегесін түрік еліне аттанып сауықты. Сіздің ойыңыз қандай? Ішінде сақтай бергеннен адам стрессқа түседі екен. Сөйтіп ана ішке жиналған негатив, жеп көреміз сөз. Негатив, ол сыртқа шықпағаннан кейін, айтпағаннан кейін, ешкімге бөліспегеннен кейін, оны барлық ішке жиналып, шығатын жер таба алмағаннан кейін ол ауру болып шығады да. Неше түрлі сен денеңдегі ең әлсіз жерлерінен ауру болып шығады. Менен ол міне түсініксіз осындай бір жара толып кетті, короче, сондай болып шықты. Енді қымбатты достар, бұл стресс не үшін? Баршаларыңызда сол сұрақ. Мінезін жаққан стресс стрессқа түсіп жүр. Достар, мен сразу айтайын, ажырасқаннан кейін стрессқа түскен жоқпын, достар. И вообще ажырасу туралы, достар, мен сіздерге бөлек айтып беретін боламын. 2009-дан 2024-ге дейін менде бір проблема бар, достар. Оны мен ешкіммен бөліскен жоқпын. Скоро сіздермен бөлісетін боламын. Так что бір-біріміз туралы жақсы ойлайық, стрессқа түспейік, позитивный болайық, настроениемізді көтеріп жүрейікші. Любой время, любой момент күліп жүрейік, қымбатты достар. Самое главное, улыбайтесь почаще, и все. Любой проблема шешіледі. Мен сіздерді жақсы көремін. Мені жақсы көріп қолдап отырған жандарға, баршаларыңызға I love you. Алла ауруларыңызға шипа берсін, Алла дендеріңізге саулық берсін, отбасыларыңызға береке берсін, отбасыларыңызда ешқандай проблема болмасын сіздердің. Бір-біріңізді жақсы көріңіздер, бір-біріңізді сүйіңіздер, қымбатты достар. Және маған реакция қалдыруды ұмытпаңыздар, поддержкаларыңызды айырмаңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін.